Ay, tezrek bolunlar, ha? Oy Buray. Dem alıp olayık. Azdan soň şoqtay kızargan gün de batады. Әуелі жататын bir жер тауып алып, сосын арақ ішейік. Ağa, mına mаңда қоналқы бар жоғын кім білсен? Соны айтам. Осы өңірге келіп көрмеген екенбіз. Аға, таудан көкөніс көтерген бір диқан түсіп келеді. Бөгөн айғандай екен. Бір шарбақ көтерген көкөнісі бар. Қаба сақал біреу екен. Тақсыр. Ay, осы маңда қоналқы бар ма? Шөң қонаққаға түнемексіңдер ме? Осы таудан асқан соң Шызыпо деген жерге барасыңдар. Онда 32 қоналқы бар. Естеріңде болсын, Жаң шаңырағының қоналқысына түней көрмеңдер. Түнесек не болады екен? Әй, басқа қоналқылардың бәрін еркектер ашады. Ал ана қоналқыны бір сұмпайы қатын ашады. Жұрт оны әйел жадыгөй сүн арнеңді батайды. Оған түнейтін болсаңдар, түн ортасында сендерді сойып, еттеріңнен мәнті түйіп, таң ағарғанша пісіріп болады. Адам етінен тамақ жасауға қалай батылы барады? Неге батылы бармасын? Ол әйел оңай адам емес. Әй, айтсам сенбейсіңдер. Онда барсаңдар өлімнен басқа жол жоқ. Мен қаршадайымнан дала кезіп, қоналқыға түнеп жүрген жаммын. Адам сойғанды көрмеген екенмін. Жарайды. Бүгін тақ сол әйел жадыгөйдің қоналқысына түнеп, оның менің етімнен мәнті түйгенін көрейін. Түнеймін десең, түней бер. Өз обалың өзіңде. Ан екеуін бір қазанға, сені бір қазанға салып пісірсін бәлем. Әй, қыртпай жолыңа түсенді. Өлі боламыз ба, тірі боламыз ба, өз жұмысымыз. Жарайды ендеше. Өлетін бала бейтке қарай жүгіреді деген. Өлмек түгіл, өлем қап. Ağa, басқа қоналқы табылмағандай, қалай жетәл сонда барып жатамыз? Неміне? Қорқып тұрсың ба? Ежелден жолсыздыққа жол берген жан емеспін. Солай. Аға жөнің әйел жадыгөйдің сорын қайнатады. Дұрыс. Ағамыз түнейді екен, онда біз де түнейміз. Ағамызбен бір көлсек, арманымыз жоқ қой. Аға, жүргі сонда. Жүрейік. Аға, бұрынғылар алыс жолдың жүгі ауыр дейді екен. Сонда мына тастардың не қылмақсыз, а? Сен нені білесің? Ол қатын ақшаға бола адам өлтіретін болса, оның көкесін көзіне көрсетпей қоймаймын. Жүгіміздің ауыр екенін көргенде екезу құлағына жететін шығар. Оның үстіне біз онда барғанша қасқарайып кетеді. Түн ішінде айқасып жатсақ, мұны кәдеге жаратамыз, ә? Дұрыс аға, дұрыс айтасыз. Үлкен-үлкенінен салыңдар, ә? Мақұл. Әй, мынаны қайсының көтересің? Мен көтерейін. Ой, сенде күш жоқ қой әзі. Апырай. Әкел, мен көтерейін, Ой, не деген ауырый? Егер алтымен күміс десек, бірнешеуде жеті басар. Мұның бәрін қайтеміз. Қонақтар жолдарыңыз болсын. Келіп тұрыңыздар, Жолдарыңыз болсын. Келіп тұрыңыздар.
Әй, әйел жадыгөй дегенге адамның зәрәғытын ұшыратын біреуме десем, олжыған жас келіншек екен ғой. Өңді көріне дезе? Тақсыр жаза басып жүрмеңіз. Ана ол емес болып жүрмесін. Әй, қожайын жеңгей, Сунарнияң деген сіз боласыз ба? Сунарнияң деген мен боламын. Жан шаңырағының қоналқысы осы. Мұндағы жұрт қожайынымызды бағбан деп атайды. Қоналқыз деп келген болсаңдар үйге кіріңдер. Арақтың жақсысын, еттің тәуірін беріп күтіп аламын. Дәмі тілі үйретін, етмәнті де бар. Қожайын жеңгей, мұнда ішіне көп нәрсе салынған жүк олпылымыз бар еді. Осыны қағып алсаңыз, осында қонамыз. Қағып ала алмасаңыз, басқа қоналқы тауып сонда қонамыз. Жарайды. Әкел бер. Қане, кіріңдер. Мынаны қонақтардың жатағына апарып қой. Мақұл. Ой, бұрай. Қонақтарым, төрлетіңіздер. Төрлетсеңіздерші. Ойпырай, ажырғының пешет қағаз жыртылып қалыпты ғой. Бұрынғысында етіп, қайта жапсыруға келмес бе екен? Әй, көріп жатқан ешкім жоқ болған соң, ағамыз арағын жөндеп ішсін деп, мойнындағы ажырғын алып тастағамыз. Мұнда неңіз бар, а? Соны айтам. Әй, қожайын жеңгей, мына киіміңіз жараспай қалыпты. Тәуірлеу киіміңіз болса, соны киіп келсеңіз қалай? Жарайды. Мына сұрқына қарағанда, бізді бір түннен қалдырмай қазанға салатын сияқты. Әй, аға, жататын басқа жер құрық болғандай, өліміз деп мұнда келгеніміз не? Әй, әнешектер, қорықпаңдар. Бірдеңе болса, мен бармын емес пе? Iya, siz болмасаңыз, мына екеуміздің чипамыздың біткені ғой. Мына араны жалмауыздың апаны дейік. Ал мына қатынды жанымызды жалмайтын жалмауыз десек, ағамыз соның сазайын тартқызатын әзіре елғай. Онда екеумізші. Екеуміз бе? Екеуміз баяғы шырылдап өлетін байқұспыз ғой. Осында сұрайсың ба? Олай деме. Мынандай сұлу әйелдің қолында өлсек, арманымыз не? Жігітім, қарашы. Енді әдемі болдың ба? Тамаша, әдемі болып кеттіңіз. Неге чай ішпедіңіздер? Суып қалмасын. Әй, мен шай ішпеймін, арақ ішемін. Жарайды. Келіңдер, араға келіңдер. Қожайын бике, отағасы келді.
отағасы қайтып келдің бе? Аға, ғажап. Көкөніс көтерген мына жігіт бізге осы қоналқыға түнемеңдер деп еді, осы қоналқының иесі өзі екен емес пе? Әй, мына сүнәрінен қожайынның әйелі болмасын. Арақ келді. Арняң, Ау, қонақтардың жатағына кірмей жатып арақ ішуі бізді құрметтегені. Оларға арақ ұсынып, неге ілтипат білдірмейсің? әйел адамның арақ ішкенінің несі жақсы дейсің? Қонаққа деген құрмет қой. Жарайды. Сенікі жөн болсын. Қалай ілтипат көрсетемін? Алдымен өзің ішіп көрсет. Онда ішсем ішіп қояйын. Асықпай ішіңдер. Әй жігіттер, сендермен бірге бір тостаған ішіп қояйын. Ой, жарайды, қара Келіңдер. Қане келіңіз. Мына қожайын бике 40 құбылады ғой өзі. Соны айтпайсың ба? Жарайды. Кел. Арақ жей, қане. Қане, келіңдер. Сендермен де бір тостаған шарап ішіп қояйын. Қане. Әй, болды, отыр. Қожайын жеңгей. Арақты жақсы көтереді екенсіз, ә? Көтергенің не? Мен арақпен ауызданғамын. Арақ мен үшін су деп біл. Қонағым, мен ішіп қойдым. Сен неге ішпейсің? Шейін? Жақсы арақ екен. Жарайды. Қане, көтерейік. Қане, келіңдер, тағы ішейік. Жеңгей, енді ішпеймін. Мас болып қалып, қайныңыз қойныңызға кіріппесе болмас. Әуре болма. Қойның жылы болса, мен ақ барайын. Мүбәдә, қате кіріп қалсаңызшы. Үйтпеймін. Қасыңда отырған адам, қой ішінде жүрген есек сияқты ғой. Биік екен, айыра аламын. Жеңгей, қане келіңіз. Арақ шейге көбірек ішсек жақсы ұйықтаймыз. Үстімізге сіздей қожайын бике кірсе бақыт қой шіркін. Тілінің тәттісін қарай көр. Шешеде танып, аялап ардақтап, ертелге шүрет тағзым етіп, иісті тұтанғыш, тұтатып тұрасың. Онда болмайды. Шеше, сүт ішкім келіп тұр. Жап аузыңды. Әйелдерді бет алды қорлама. Өзің анадан тумап бедің. Ол, Оны жадыгөй деген мен, қарапайым әйел ғой. Адам дейін десем, айуанның қылығын істейсіңдер. Айуан дейін десем, адамның сөзін сөйлейсіңдер, ә? Қожайын жеңгей, күйеуіңіз неге бірге келіп отырмайды? Күйеуім жолаушылап кетіп еді, әлі келген жоқ. Онда жалғыз өзіңіз қоңыл тақсымай қайтып жүрсіз. Қонағым, сені түзу жігіт екен деп отырсам, мені сайқымазақ қылайын дедің бе? Сүргінге айдалып бара жатқан сүмелектің менімен қылжақтауын, енді сорыңның қайнағаны дей бер. Қонағым, қалжыңды қойып, арағыңды іште, артқа олаға барып салқын жерге отыр. Демалғың келсе, менің үйіме барып демал.
Sen bedin, zәрем шүрдің ғой. Бергел көмектес. Iya. Ay, mınadarını araqqa aralastыра бер. Мына араққа көбірек сал. Мақұл. Айдаудағы жігіт пәле көрінеді. Aç! Тағара түсейін дедің бе? Seni қалай тосалайын. Мұны білсең болды. Мұнда тағы бар. Тез. Әлгі жігіт келді. Ол неме мықты көрінеді. Есеңгіреткіштерін тыға қой. Тез. Жүрейік.
Батыреке! Мен қожайынмын. Қожайын екеніңді біліп тұрмын. Батыреке, түн ортасында мұндан ағып жүрсің. Батыреке, бетіңе не болған? Ештеңе болған жоқ. Өзімнің бейғамдығымнан болды. Батыреке, қайтып барып бетіңді жуып жібер. Жарайды. Батыр, көзің көре алатын болды ма? Ештеңе етпеген шығарсың. Ештеңе етпейді. Ештеңе етпейді. Онда жақсы болды, жақсы болды. Орамалыңды ал. Ештеңе етпесең жақсы болған екен. Қожайын жеңге. Жейтін бірдеңе бар ма? Сонда тәбеттеріңіз неге тартады? Сонда даяр тұрған қандай тамақ бар? Қоналқымызда ет қосқан қарма, сиретіне түйілген мәнті, және буынам бар. Сендерге мәнтіден бір табақ әкелейін бе? Жарайды. Алдымен 20-30-ын ау жалғыла тұрайық. Арақ ішесіңдер ме? Ішеміз. Қанша болса сон ішеміз. Тағы 4-5 ет әкеліңіз. Ақшасын артынан бірақ берейін. Ажырығыңды алып тастағаны жақсы болыпты. Әйтпегенде мандытып тамақ іше алмағандай екенсің. Аға, әлгі нәрсені көзіңізге анайел шашып жіберді. Мұны білемін. Десе де оның кілтен жерін әл ұстай алмай отырмаймын ба? Аға, сонда мына сайқалды өстіп тегін қоя бере саламыз ба? Рахмет інілерім. Шаштарың мен тырнақтарың қажет болады. Асықпай ішіңіздер. Мұна мәнтің ненің етінен жасалған? Әрине сиырдың етінен жасалған. Онда оның ішінде адамның тырнағы жүргені қалай? Қонағым, бет алды сөйлеме. Әкелші көрейін. Қонағым-ау, мынау қайдағы тырнақ? Кеше қоналқымызда адам көп болып, сиыр қоеттері таусылып қалғандықтан, 3 үйрек 2 қаз сойдырғамын. Мынау үйректің тұмсығының үші екен. Қонағым, орынсыз күдіктенбей, асықпай же. Әй, алдыңғысы ғой, үйректің тұмсығы болсын. Ал мынадан адамның шашы шыққаны қалай? Мынауың осы адам емес екен. Қарадай пәліздеп отырғанын қарашы. Қонағым, ұят болды. Мынау менің шашым ғой. Абайсызда түсіп кеткен шығар. Әттең салақтығымай десеңші, қапы өткейсің, Ондан сымай шыныңды айт.
Мәнтінің енің етінен түйдің. Өтірік айтсаң асқанаңның чақшалекейін шығарамын. Сен шененің етінен түйілген сияқты. Адам етінен түйілгені бесенеден белгілі. Ел аман жұрттың ішті. Адамның етіне мәнт түйгенді қайдан көріп едің? Мәнтіні бұрыннан сиырдың етінен түйіп келемін. Мен талай жылдан бері жихан кезіп келемін. Бәйтеректің төбінде, шызып оның дөңінде. Қона түнеп жатуға қай жолаушы батынған. Семізінің етінен сойып мәнті жасалған. Арығының мүрдесін дәрияға батырған дегенді баяғыда естігемін. Ауыз өзіндікі деп бет алды көкме дегенде. Есіктен кіргенде менімен тіл табыса алмайтыныңды білген едім. Бәсе, қыршын жас бола тұра сүргінге айдалып жүргенің осы қылығың екен ғой. Сенің қандай бұзақылық істегеніңді кім білсін? Жатқың келмесе кетіп қал. Менің мазамды алма. Жарайды, артық сөйлеп қойыппын. Қожайын жеңге, көңілің алма. Мәнтіңді алып кетті, арағыңда кел. Онда қандай арақ ішесіңдер? Көк асауыңнан әкел. Иісі мұрынды жаратын көк асауымыз бар еді, бірақ онша тұнық емес. Жарайды, тұм басының керегі жоқ. Әй. Сен өзің мына қылығыңды қашан қоясың? Бүйте берсең, арасында адам етіне мәнті түйесің. Қоя бер. Әлгінде сен кесе көлдінің болмасаң, оны баяғыда жәркемдеп, шызып ода көзін жоғатқан болар едім. 2 жылдай болды. Көңіліңді таба алмасам, маған несін тиіп жүрсің? Адам өлтірудің әдіс амалын үйрену үшін ғана тиіп бедің. Мені тоспа. Бұл соңғы рет кісі болсын. Сені жаратпағаным емес, бірақ не үшін бұлай істейсің? Әй! Қонақтарым, арақтарыңда келдім. Өте тамаша арақ. Асықпай ішіңдер. Қане, кел. Әй, інішектер, несін асығасыңдар? Қожайын жеңгей, әлгінде мастықтың кесірінен артық сөйлеп қойыппын. Мұна бір тостаған арақты өзің ұсындым. Қонағым, қаршадай кезінде тұтанғыш тұтатып, арақ ішпейін деп уәде бергенмін. Егер ішетін болсам, үлкен пәле-қаза туылады. Қожайын жеңгей арақ ішпейтін болсаң, үйіңе барып ертерек демал. Мұна арақты өзіміз ішеміз. Қане, кел. Кел. Шейк. Қане. Әй, екеуің рас ішіп алдыңдар ма? Оға, әлгінде өзіңіз ішеміз дедіңіз ғой. Інішек, кел. Әй, інішек, Үйнеге теңселіп барады. саған не болды? Әй, інішек. Көзімнің алды бұлбырап барады. Мұна бір тостаған арақты шашып жіберсем, қанша тышқан сеспей қатар екен көрейін. Ойбай! Ойбай! Қонақтар, тарсылдап не қылып жатырсыңдар? Қонақтар. Ештеңе болмаған шығарсыңдар. Онда мен кірдім,
бәрі сұлап қалыпты. Мына ұзын тұра осал емес көрінеді. Есеңгіречкіштері қосылған арақты ішті ме ішпеді ме кім білсін. Сен барып көрші. Қонағым, есіңді жейші. Жерге ұйықтасаң, сыз өтіп қалады ғой. ішкен екен. Мәмтханамның астан кестеңін шығарамын дейді. Менің қоналқымнан жақсы адамдардың қорықпайтындығын, жаман адамдардың қорқатындығын кім білмейді. Ажырға кигізбей сүргінге айдалған сен сияқты күнәкарды көрмеген екенмін. Көтеріп жүргеніңнің барлығы тас екенін білмейді ғой деп пе едің? Күмістің барлығы мынады екен. Қарашы. Аз емес көрінеді. Мынау істемеген жамандығы қалмаған оңбағанның өзі сияқты. Мұқты сынып едің. Шызып ода қолыма түстің бе бәлем. Сазайыңды тартқызбасам ба сенің? Арняң, мақұл деші. Бұл ең соңғысы болсын. Жігіттер, іске кірсіңдер. Қожайын, келдік. Бізге не тапсырасыз? Мынаны көрдіңдер ме? Арт жаққа көтіріп апарыңдар. Кәдімгі жұмысты ұмытпаған шығарсыңдар. Мақұл, мақұл. Кеттік. Қожайын, ана екі тапал мықтағанда әрең 360 жың шығады екен. Ал мына ұзын тұраның салмағы 400 жыңнан артық көрінеді. Белім түзіп жібере жаздады. Шаулин ғибадатханасында жүргенде 500 жың тартқанмын. Аға жөнімді 400 жың деп төмен мөлшерлегенін қара. Сендердің аш шабаяқ босатқаннан басқа бітіретіндерің бар ма осы? Былай тұрыңдар. Мақұл. Салдағының пәлесін қарай көр. Батыреке, оны қоя бер. Қанша айтқанмен әйел адам ғой. Оны зақымдасаң, жігіт басыңа жараспас. Біреуіңнің шамаң жетпесе, уысыңға екеуіңді қаптаңдар. Уысың дейді? Жиньяңғаңда жолбарыс соққан уысың болып жүрмегейсіз. Менмін. Атыңызға көптен таныс едім, сәлемді қабыл алғайсыз. Жігітім, ағаңды ақыры таныдың ба? Бәрі де пақырыңыздың аңғалдығынан болды. Танымасты сыйламас деп өзіңізді қинап қойыппыз. Пақырыңыздың бұлағаттығын кешіре көріңіз. Білсең болды. Бір дәуірі жарланбаған екенсіз. Екеуін қаптасаңдар да жара түсіре алмайсыңдар. Сенің кім екеніңде қақым жоқ. Хей! Хей! Кімге болсын жүрсің? Оны өлтіруіңе болмайды. Сен де арандалма. Екеуіңе де болысамын. Ендеше екеуіңді де жайратайын. Хей! Хей! Қолымды неге тосып қалмайсың? Сен сірә кімге болысып жүрсің?
Жүзбасы, оған сізді өлтіртпейін. Сізге оны жарлаттырмайын. Екеуіңізге де төтеп берейін деп едім. Жарайды. Олай болғанда, мен екеуіңмен сайысады екенмін. жарайды. Шызып одағы жаңа өлетін қоналқысында үшеуміздің біреуіміз ғана қалайық. Ел Жадыгөй, сайысасың ба? Al endişe. Арняң, болды қой енді. Екеуіміз де оған тең келе алмаймыз. Біз бүгін Әзірейілдің қолына түстік. Амал қанша, көңілдегі түйіншек өлгенше шешілмей кететін болды. Менің сүркеме. Жарайды. Екеуміз де бір өлетін болдық. Айтшы, мен де әйел Жадыгөйді жаның ашығандықтан алдың ба? Дүниеде сендей сұлу Жадыгөй болсын ба? Сені құрметтеймін. Әдеттегі әйелде сенің көрген күніңді көрсін болар еді. Hey, екеуің бос сөзді қойыңдар енді. Сен, шық бері. Ерлі зайыпты екеуің осал жандар емес екенсіңдер. Аты жөнің кім? Екеуіңнің сірә қандай құпия сырларың бар? Аты жөнім Жаңсин болады. Жұрт мені Бағбан деп атайды. Әйелімнің нақ аты жөнін сізге айтып бере алмаймын. Ол өзін өлген адамын деп есептейді. Әйтпегенде оның тірі жүруі мүмкін емес. Ha? Арняң нәсілі ізгі ниетті біреудің қызы екен. Әкесі де жұдырық өнерінің хабары бар, қайырымды адам болыпты. Бір күні әкесі екеуі көшеде жүріп, өнерін сатып жан бағып жүрген 4 кезбеге кезігіп қалыпты. Арняң оларға жан ашып, әкесіне оларды үйге ертіп барып қамқорлық көрсетуді айтыпты. Сонымен әкесі екеуі оларды жақсырақ дәмді тағамдармен күтіп, жол қаражат беріп, мейір шапағат көрсетіпті. Бірақ мал-мүлікке көздері тұнған әлгі 4 қарақшы жақсылыққа жамандық сайлап, Арняңның бейғамдығынан пайдаланып, әкесін өлтіріп кетіпті. Әке! Адамгершіліктен жұрдай әлгі 4 қарақшы, обал сауабына қарамай, 12-де бір гүл ашылмаған үсін Арняңды аяқ істетіпті. Оны мен қоймай, соңынан оны толыққанаға сатып жіберген екен. Аш есікті! Ашыңдар есікті! Қоя беріңдер мені! Аш есікті! Тәңір есіркегенде, Арняң толыққанадан қашып шығыпты. Мен онымен осы қоналқыда кезіктім. Қанды кекті қайтаруға шамасы келмеген оның барар жер басар тауы қалмапты. Араға кел.
болмайтын жырдастан қанжаластан достықты алтындайын ардақтар